Бақтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Осындай әдемі жаңа жылдық дастарханға қойғанға сіздерге пирог жасадым. Қазір рецептін бөлісетін боламын, соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аласыздар. Ыдыстарыңыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Сонда ғана сіздердің белоктарыңыз жақсы көтерілетін болады. Қантты салатын боламыз, екі бөліп. Жақсылап белок екеуін допика араластыратын боласыздар. Видеода көргендеріңізде қараңыздар. Әппақ болып, осылай ыдысты төңкергеніңізде мүлдем жидкості вообще мүлдем болмау керек. Осындай болу керек. Сосын енді бізде жаңағы жолток бар, сол жолтокқа сұйық майды қойып, вилканың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Жаңағы ақ белогымызға екі бөліп сары уызымызды құйып шығыңыздар. Жақсылап төменнен жоғарыға араластырасыздар бір массаға келгенше. Енді ұнымызды салып, бөліп салыңыздар. Жақсылап араластырып, астынан жоғары қарай. Өйткені ешқандай артық болмау керек. Және тезірек істесеңіздер дұрыс болады. Разъединительді салып, видеода көргендеріңізді бір массаға келгенше араластырасыздар. Сосын алдын ала духовканы 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Мен осындай ыдысқа фольганы орап, тестамды құйдым. Сіздерде басқа формаға да істесеңіздер болады. Қызып тұрған духовкамызға салып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Бисквитіміз толық суғаннан кейін, енді ортасынан осылай бөліп, 8 бөлікке бөлесіздер. Получается, 2 бисквиттен 16 штук шығу керек. Қазір енді оформлениесін жасайтын боламыз. Менде қызыл, ақ болды және жасыл болды. Осы цветтердің бәрі крем, менде крем-чиз. Оған сахарная пудра, творожный сыр, сливки, осыларды араластырып, мен пищевой краска қосында 3 цветке бөліп алдым. Жаңағыдай ақ, жасыл, қызыл. Кондитерский мешокқа салып, менде насадкалар әртүрлі. Сосын осындай мен таяқшалар болады ғой, сушидің. Соны қадап шықтым. Сіздер андай соленый палочкалар болады, магазинде сатылады, соны да қойсаңыздар болады. Видеода көргендеріңіздей осылай креммен әдемі елка тәріздес істеп шығасыздар. Менде 3 түрлі насадка болды. Және оформлениясын өздеріңіз басқаша жасасаңыздар да болады. Кішкене басқа насадкалармен. Мысалы, кішкентай звездочка деген сияқты. Осы пирогты міндетті түрде жаңа жылдық дастарханға жасаңыздар. Сәнін келтіреді. Рахмет сіздерге. Комментарий, лайкты басыңыздар және подписаться кнопкасын ұмытпаңыздар.